Сәлеметсіздер ме, YouTube көрермендері? Сүт тағамдары күш-қуаттың қайнар көзі демекші, мен сіздерге ірімшік жасау жолдарының құпиясымен бөлісемін. Өте жұмсақ ірімшік. Сіздерге ұнайды. Менің рецептіме қарап жасаңыздар. Лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліңіздер. Бізге керек құралдар: сүт, ірімшік, сода, соль и бір жұмыртқа. Газымыз жақты, қазанымызды қойдық, сүтімізді құйдық. 300 грамм сүт, 300 грамм ірімшік саламыз үстіне. Сүт, ірімшік жақсылап араластырамыз. Көк суы шыққанша араластырып тұрамыз. Мінекей, көк суы шықты. Ірімектерінің бәрі кету керек. Енді сүземіз. Сеткіге қойып сүземіз. Көк суы бөлек, ірімшігі бөлек. Жақсылап ірімшігін көк судан бөлек алып алуымыз керек. Су болмау керек. Соның бәрі кетті. Енді қазанымызға су құямыз. Суымыз қайнау керек. Соның үстіне тәрелкемізді қойып, ірімшігімізді саламыз. Май жағып жібереміз жаспас үшін. Ірімшігімізді салдық. Кішкене дыс салдық, кішкене жұмыртқа, бір жұмыртқа, азғандай чайный сода саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қыздар, мынау менде 1 литр сүт болды, сол сүт ұйып қалған. Соны лақтырмай мен осылай сүзіп қойып, марліге сүзіп қойдым да, көк суы шыққан. Сол мені сіздерге көрсетіп жатқан ірімшікті жасау жолдарын. Түйіртпектер болмау керек. Күшті, міне көрдіңіз бе? Созылмалы күшті болды. Керемет. Енді кәсемізге май жақтық. Жылдам түсу үшін. Біздің ірімшігіміз әзір. Кәсемізге құямыз. Құрттай суға батырдық та, тегістеп бет. Мынандай шағын ыдысқа салдым мен тағы. Міне біздің ірімшігіміз әзір. Керемет қатып қалды уже. Қазір кесіп көрсетем сіздерге. Қыз келіншектерге айтарым, ұйып қалған сүттен осылай ірімшік жасауға болады. Сүт тағамдары күш-қуаттың қайнар көзі демекші, міне сіздерге ірімшік жасау жолдарының құпиясын бөлістім.